Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адам қиялы. Сабақтың мақсаты проблемалық сұрақтар құрастыру. Демек, бүгінгі сабақта сіздердің үйренетіндеріңіз мәтіннің негізгі ойын түсінесіңдер және сұрақ құрастырып үйренесіңдер. Біз өткен сабағымызда естеріңізде болса, қиял ғажайыптар тарауын бастадық. Сол тараудың бас жағында мынадай бір мәтінмен кіріспе жасаған едік. Қиял дегеніміз не жалпы? Қиял адам іс-әрекетінің қандай түрінде болмасын қажетті үдеріс, яғни процесс. Қиял әлеміне баулу адамзаттың бәріне тән психологиялық үрдіс. Мәселен, жазушылар шығармасында кейіпкерлерді сомдау үшін олардың бейнесін қиялында жасайды, немесе басқа да мамандықтарға қиялдың қажет екендігін біз айтқан едік, естеріңізде болса. Енді сіздерге сұрақ, сенің ойыңша қиял деген не? Дұрыс айтасыздар. Қиял адамның ойындағы бейнелер. Сол бейнені шындыққа айналу үшін тырысу. Адамның өткені мен болашағын болжауы бұл қиял, иә? Енді құрметті оқушылар, қазір мен сіздерге бір видео көрсетемін. Сол видеоны қарап болып, сол видеоның ішінен сұрақтар құрастыруымыз керек. Суретші Бен Хейн фотосуретпен қарындашпен салған суреттерді біріктіре отырып, қиял мен шындықтың араласқан әлемін жасап шығарды. Бұл картиналардың ешқандай құпиясы жоқ. Әуелі Бен қағазға салар дүниесінің нобайын сызып алады. Содан соң нысанын шынайы бейнесінде суретке түсіріп алады. Артынан суретін фотошопта өңдеп, қаныққан түрлі түстер үстемелейді. Соның нәтижесінде таңғажайып туынды дүниеге келеді. Бары сол ғана. Әрине, бұл үшін үлкен ерік-жігермен қатар табиғи таланттың да керегі анық. Бен 2010 жылы алғашқы картинасын жеке бір хатын суреттермен түсіндіру кезінде байқаусызда жасап шығарды. Қазір суретшінің коллекциясында 100-ге жуық картиналар бар. Олардың тақырыбы махаббат, еркіндік, достық, өлімнен кейінгі өмір және тағы басқа. Мен өнерімді халық үшін жасаймын. Олар бір сәт күйбең тірліктен бойларын суытып, қиял әлеміне енсе деймін. Мен көп жылдар бұрын өлең шығарғанмын. Енді бүгін өз туындыларым арқылы поэтикалық және философиялық ойлар айтқым келеді. Әрбір картинам әсем әуен мен өрнекті өлең секілді көңіл пердесін дәл басып, тарихтан тырс еткенін қалаймын. Сіздердің алдарыңызда қарындашпен шынайы суретті астастырған 30 картина. Сұрақтың қандай түрлерін білесіздер? Проблемалық сұрақ деген не? Сұрақ сұрамай білім алу мүмкін бе? Ал енді жауаптарымызды сәйкестендіріп көрейік. Сұрақтың қандай түрлері бар? Сұрақтың ашық және жабық деген түрлері бар. Проблемалық сұрақ дегеніміз сол мәтінде көтерілген мәселенің жауабын табуға бағытталған сұрақтар. Ал сұрақ сұрамай білім алу мүмкін бе? Әрине мүмкін емес. Өйткені білім бұл сұрақ сұралмай алынуы мүмкін емес нәрсе. Енді сұрақтарды талдап көрейік сіздермен бірге. Жалпы сұрақ жауап алу үшін қойылады. Жауап алу үшін бағытталған. Осы сұрақтың екі түрі бар. Мына жерде көріп отырсыздар слайдта.
ашық сұрақ және жабық сұрақ. Енді ашық сұрақ деген не, жабық сұрақ деген не? Ашық сұрақ деп отырғанымыз түсіндіруді, көзқарасты білдіруді қажет етеді. Ол сұрақ қойылған кезде сіз түсіндіріп, көзқарасты білдіруіңіз керек. Иә, жоқ деп жауап бере алмайсыз. Ал жабық сұрақ керісінше нақты, қысқа жауапты қажет етеді. Да или нет деген сияқты қысқа жауап бере аласыз. Енді біз бағанағы көрген видео бойынша проблемалық сұрақты құрастырып көрейік. Енді тапқан болса, құрметті оқушылар, сұрақтың түрлерін ажыраттық. Ашық және жабық түрі болады. Ашық түріне және жабық түріне түсіндірме беріп өттік. Енді астыңғы жақта, слайдтың астыңғы жағына назар аударайық. Суретші суреттерін кімге арнап салады? Суретші суреттерін кімге арнап салады? Видеода айтты, халыққа арнап салады. Жабық па, ашық па? Бұны керісінше жабық сұраққа жатқыза аламыз, нақты жауап бере алады. Екінші, не үшін суреттерін халыққа арнап салады? Ол жерде де түсіндірді, жұмыстан шаршаған халық бір сәт демалсын деп, оны не істейді? Халыққа арнап салады. Бұл енді ашық сұрақ. Бұны неге жатқызамыз? Ашық сұраққа жатқыза аламыз. Міне осылайша ашық, жабық сұрақтарды құрастырып үйрендік. Енді қиял шындыққа айналуы мүмкін бе? Осы жайында өз көзқарастарыңды, пікірлеріңді 4 сөйлеммен жазсаңдар. Бірінші сөйлем пікір, яғни көзқарас. Екінші сөйлем дәлел. Үшінші сөйлем мысал. Төртінші сөйлем қорытынды. Ал кеттік. Жазып болған болсақ, олай болатын болса қорытындысын жасайық. Жалпы бүгінгі сабақта біз не үйрендік? Сұрақтың түрлерін білдік, ашық сұрақ құрауды үйрендік және мәтіннің мағынасын білдік. Енді сіздерге үй тапсырмасы кітапта 4-ші тапсырма 174-ші бетте. 2 тапсырма береміз. Бірінші тапсырма мәтінді оқып шығып, негізгі ойын түсіндіріп айт. Яғни ауызша айтамыз, 1-2 минут видео арқылы видеоға түсіріп. Екінші тапсырма мәтінге байланысты проблемалық сұрақтар немесе ашық сұрақтар құрастыруымыз керек. 3-5 сұрақ құрастырсақ жетеді. Үй тапсырмасы осы. Рахмет қатысқандарыңызға. Осымен біздің сабағымыз тәмам. Сау болыңыздар.